әлемдік деңгейде танылған және де өте қызықты стартаптар аллеясы. Өз саласында мойындалған мықты IT мамандары түрлі сыйлықтар мен жақсы көтеріңкі көңіл-күй, мықты нетворкинг. Осының барлығы елордамыз Астана қаласында өткен Қазақстан Tech Solution Day атты IT event. Іс-шараға алдын ала тіркеліп, осындай бейджикпен кірдік. Шараға келген кезде көзге ең алғаш түсетін нәрсе ол стартаптар аллеясы. Сіздердің алдарыңызға шамалы шолу, мынау алдарыңызда тұрған Lerna платформасы онлайн білім беруге арналған. Ары қарай бізде робототехникадан First Championship жарыстарының ұйымдастырушыларының көрмесі орналасқан екен. Айта кету керек, Қазақстан дәл осы жарыстардан әлемде бірнеше дүркін чемпион. Ал Beam AI бастамасы жасанды интеллект негізінде білім беру платформасын жасаған екен. Өте қызық, назар салып қойыңыздар. Мен қасымда Никола мырза, Франция елінің тумасы, елімізге бүгінгі IT eventке келіп отыр екен. Осы сәтті қолданып шамалы сұрақтарды қойғым келіп отыр. That's a very wide question, but I think there is a very big dynamic, and a lot of people are involved in getting more and more IT, I would say IT-driven economy, and we have find very good talent. So there is a very good source of talent, and people are very focused. We are actually working with Astana Hub to establish the AI Center, the National AI Center. We plan to train more than 1,000 AI talent each year through 10 schools around the country. But as a young, you should really focus on finding where do you get really passion and where this passion gets value out of it. How do you bring value to others through a passion? Okay. So it's a very different journey that we are used to. We tend to train people to be average in the middle and to be efficient, but not amazing. Now efficiency, it's an AI problem. Okay? So you need to be amazing. Okay, nice. Сұхбаттан кейін қайтадан стартаптар аллеясына оралдым. Ең алғаш көзге түскен ол Алақан бастамасы, яғни алақанды сканерлеу арқылы адамды верификациялау. Бұл бастама қазақстандық стартапшылар 21 жылдың сәуір айында бастаған екен. Яғни осы технологияны әлемде ең алғаш болып енгізген. Нағыз талант бар, таныс жоқ деген әңгіме осы жерде айтылу керек шығар. Ал келесі көріп тұрғандарыңыз Artisan платформасы әлемге әйгілі Arduino платформасын жетілдірген, яғни датчиктерді магниттік коннектор арқылы оңай қосуға болады. Сонымен қатар арнайы платформа жасаған, ол платформада сабақтар өтіп, осы салада біліміңізді шыңдай аласыз. Ал келесі оқулық деген бастама, онлайн оқу, онлайн тест деген өте оңай, тапсыру өте оңай деп жүрген адамдардың қас жауы. Себебі бұл стартап аясында жасалған бағдарлама сіздің компьютеріңізді толық бақылап, сізге көшіруге немесе басқа да бір жолдармен алдауға мүмкіндік бермейді. Қорытынды, іс-шара маған кереметтей ұнады. Бұл жерде қазақылықты заманауи технологиялармен әдемі ұштастыра білгендей болып көрінді. Егер сізге де бұл ақпарат ұнаса, бар әрекеттерді істеп, видеоға қолдау көрсетіп қойыңыздар және де арнаға жазылып қойыңыздар. Алда әлі көптеген қызықтар болады.